бұл жерде бүкіл шақырамыз. Оның ішінде Министерство промышленности жаңағы жер басқару комитетінің өкілдерін барлығын шақырамыз да бұл мәселені бір жағынан шығару керек. Өйткені өкінішке орай не 1,5 жыл болды ма? Не бас прокуратура, не өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ешкім бұл жерге шара қолданбай отыр. Енді шынын айту керек, бұл жерге осының алдында мен бұрынғы әкімге де хабарласқам. Ол кісі ешқандай хабар берген жоқ. Енді мына жаңа әкім Сатыбалды мырза менің ойымша осы мәселені шешеді деп ойлаймын. Егер ол мәселе шешілмейтін болса, онда бізде бір-ақ мәселе қалады, ол мемлекет басшысына жүгіну. Одан басқа ешқандай қазір біздің шарамыз жоқ. Қазір мен ресми түрде бас прокуратураға, содан кейін премьер-министрдің атына қазір осы жерде қазір мәлімдеме жасаймын. Онан кейін бұл мәселені біз мәжілістің комитетінде қарайтын боламыз. Өйткені мына біздің студенттерден уже 1,5 жыл болды. 1,5 жылдың ішінде бүкіл министрліктердің барлығы жаңағы жүгіріп жүріп, міне осы мәселені шеше алмай жатырмыз. Енді ол біріншіден мына жердегі студенттердің денсаулығы мен өміріне қатысты нәрсе ғой. Екіншіден, дәл Алматының ортасында ертең техногендік катастрофа болуы мүмкін. Ертең бері қарай жылжитын болса, настроение барлығы ертең болады. Оның ішінде, бұның ішінде жүрмейтін адам жоқ. Түнде кім болса сол кіріп алады. Үй жоқ, не жоқ, бар болса өзі тұратын болады. Бәрін жатқызамыз. Бірінші жауып, тегістеп, сосын забор ұстаймыз, пока құжаттар шыққанша. Солай істеуге бола ма? Енді мен түсініп тұрмын. Сіздерге енді мынау жеке меншік болғаннан кейін мына айналадағы жаңағы олардың территориясына кіруге болмайды ғой. Енді қазір мына жерде төтенше жағдай болып тұр ғой. Мынау төтенше жағдай. Өздерін айтқызамыз ғой. Сондықтан мына жерде міне төтенше жағдайдың өкілі тұр. Мына жерде дәл мынаған төтенше жағдай жариялауға бола ма? Сондай бір төтенше жаңағы қазір мәселелерді шешпесек, мынау ертең мына халықтың алдында масқара боламыз ғой біз. Бүкіл бәріміз жиылып тұрмыз. Осы арада біз 2 рет жиылдық. Мен алдында бүкіл мемлекеттік органдардың бәрін алып келдім осында. Одан қазір түк шықпай жатыр. Антикор қазір өзінің тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олар енді тағы біразға созылады. Енді ол біткенше 1 жыл болуы мүмкін. Сонда мынау ертең мына бүкіл зданияның барлығын ертең құлатады. Енді қазіргі өзіңіз айттыңыз ғой, бұл жеке меншік. Соттың шешімі не болмаса басқа заңсыз деп ондай әлі ешкім қорытынды жасаған жоқ. Оған дейін біздің қолымызда заң шеңберінде қандай инструменттер бар, соны қолданып, мына жерді қауіпсіздендіруге барлық шаралар қолданады. Міне ГАСК-тың басшысы тұр, жаңа түсіндіріп айтты ғой. Бұл жерге жаңа иесін тауып, мына жерді толтырып, ары қарай құламайтындар, қоршауын орнына қалып келтіріп, сондай уақытша жаңағы шараларды қолданамыз. Сонан кейін барып сот шешімі шығады. Дұрыс па, бұрыс па, сонан кейін барып ары қарай соттың шешімі арқылы жұмыс жалғастырады. Оған дейін бүгінгі күні заң шеңберінде ғана біздің мүмкіндігімізді қолданамыз. Стройка жүрмейді бұл жерде. Жоқ, мынаны алып тастайсыздар ма, қалың ма бүгін? Жоқ, қайсы мынау қоршауды ма? Қоршау. Мынау қоршауды келтіреді орнына. Қайтадан енді бұны қазір бір жағы дұрыс, мына жағы дұрыс, мына жерлер ғой. Кеткен жерлерін бәрін қайтадан қойдырамыз. О жағында айтамыз. Полностью мынаны жауып тұрамыз ғой. Комитеттің өкілі келді ме, Венера? Жоқ, келе жатыр. Дозыр осында, комитеттен әлі келмеді, келе жатыр. Қазір комитеттің өкілі келеді. Олар мына жерде тексеру өткізіп, өздері экспертиза жасап, онан кейін 1-2 айдың ішінде қорытындысын шығарады. Қазір біздің нақты өтінішіміз, мынаны қазір мына жерді жапқаннан түк болмайды, ол ертең қайтадан қойды ғой. Мынаның барлығын жауып тастау керек. Ол үшін бүгін университет біздің басқармаға өтініш берсін. Сол негіз болады бұл кісілерге жұмыс жасау үшін. Өтініш түскен кезде ертеңнен бастап сонда бұлар қолға алады. Біз тексеріс жүргіземіз ғой, бір күнде жасаймыз да. Соны осы жерде рамыз ба, соны өзін обязательно етеміз. Осыны жауапқызып, егер болмаса штраф төлеткіземіз. Олар сонда неше күннің ішінде? Ертең енді сіз өзіңізде бізбен бір ғана болды. Біз мына кісілерден ұят уже, каждый раз келеміз, толтырып кетеміз аузымызды. Жеке меншік болғаннан кейін не істейсіз енді? Жаңа біздің құзыретімізден бетмарканша айтқандай қазір жаптыртамыз, оған күшіміз келеді. Мына қоршауын жапқызамыз. Кейін уже соттың шешімі шыққаннан кейін, жаңа дозор бар, антикор бар, бәрі тексерген прокуратура бар. Сол қандай шешім болады, содан кейін уже құжаттарын қайтарып, архитектура уже қайтадан жаңа не болады, общежитие бола ма, оған қайтадан өзгертеді.
шешім ерлан бар. бекбекович одан басқа